Ауыл шаруашылығын ғылыммен ұштастыру экономиканы әр тараптандырудың негізгі тетігі. Президент жолдауын тыңдаған атыраулық ғалымдар осылай деді. Зиялы қауым өкілдері агросекторда қайта түлетуге теңдессіз мүмкіндік туып тұрған жеткізді. Бұл тұрғыда мемлекет басшысы заманауи ғылымға сүйенбесе, ауыл шаруашылығы құрдымға кетеді. Агроғылымды дамыту және ең бастысы оны ауыл шаруашылығында іс жүзінде қолдану үшін шаралар қабылдау қажет деп баса айтты. Ауыл шаруашылығын ғылыми түрде жүргізу. Мысалы, мал шаруашылығы, егін шаруашылығындағы алатын өнімдерді жаңағы сапасы, оның көлемі ғылыми тұрғыда дәлелденбесе, мысалы, жерді дұрыс пайдаланбасақ, біз одан мысалы дұрыс нәтиже ала алмаймыз. Міне осыған мемлекет басшысы өте орынды пікірлер айтып, халықтың жаңағы ойынан шығатын мәселелерді жақсы талқылады. Президент ойы ұшқыр креативті азаматтарға толық жағдай жасауымыз керек деп қадап айтты. Атыраулық жастары бұл бастамалардың иелерінің әуелі өз елінде еленуіне мүмкіндік береді дейді. Талантты жастар өте көп. Олардың көбі Қазақстандық қоғамның ортадан өзін көрсете алмағандықтан, өзінің ортасын таба алмағандықтан шетелге кетіп жатқан жағдайлар да бар. Университеттердің қасынан үлкен жоба жасау керек па осы мәселелерге? Алдағы уақытта біздің қоғам басымдық беріп, осы түйткілдерді шешу керек деп есептеймін.